Ассалаумалейкум атырау балықшылар және аңшылар. Бүгін 15 тамыз 2021 жыл. Біздер Құрманғазы ауданына жол жүріп бара жатырмық. Яғни демалу мақсатында және балық аулау мақсатында. Аулайтын балығымыз сазан болмақ. Көреміз бұйыртса. Дикий жер, дикий. Осы жерді көреміз бұйыртса. Так, мына жігіттер келдік мына жерге. Дикий жер, мына жерге ешкім отырмаған. Кто ищет, то всегда найдет дейді ғой. Бұйыртса көреміз. Ана қармақты қағып тұр, мынанда жайлап жыбырлап тұр. Қиғаштың бір саласы. Әлі қармақтың бәрін қолын лақтырған жоқпыз әлі. Шыққандық салу керек бұйыртса. Қиғаштың бірінші сазағы жігіттер міне. Қазір келдік. 5 минут болды келгенімізге. Міне, алдық. Бұйыртса. Машалла. Нормальный сазан. Kaçak gerek var. Maşallah. Рекин не анакада. Так, жігіттер, міне. Конопляға ұстадық қап қазір. Видеоға түсіре алмай қалдық тек. Міне. От души сазан. Әдемі. Опа! Красава, әдемі. Анау да қарғып жатыр. Давай кетіп мына қоя сал. Так, жігіттер, қармаққа ұсталған торман ғой. Кішкентай өзі, иә? Бірақ іші бар ғой. Май ғой. Май басып кеткен татуы бар ғой. Сап-сары ғой. Жаңа біреуін астық, сорпасы татуы. Май болып бетіне шықты ғой. Сап-сары болып, мына қара. Мынаны бұйыртсайын, қуырамыз. Мына қара. Қабырғасын бәрін басып кеткен май. Не чищи. Сачок-то салал. Ай, молодец. Міне. Так, жігіттер. Мынаны шығарып болып отырық. Мына спиннинг шығарып болып отырық. Мына сазанымен.
екінші сазан қағып жатыр ғой, в общем айтқанда. Осы жігіттер. Aldım. Боташығы бұзаудай бос сазанын тоқтыдай, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, шырмауғы шөккен түйе таптырмас, балығы көліге жылқы жаптырмас деп, еділмен қиғаш сырлап кеткен қас-туғанның жырына сай, қиғаштың балығы тайдай тулап жатыр екен. Ал дәміне келетін болсақ, енді дәмі енді бір бөлек әңгіме. Ал табиғаты келетін болсақ, табиғаты енді вообще ерекше. Ал жігіттер, осымен Құрманғазы ауданында сапар шеккен балық аулау сәті өте керемет өтті. Керемет балық ауладық. Осымен тамам. 2021 жыл тамыз айы. Аслан Омар.